Сәлем достар, біз бүгін жареный суши дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі күріш, краб таяқшалары, қияр, творожный сыр, нори жапырақтары, су, панировочный сухари және кляр. Клярды алдын ала бір жұмыртқаға суды араластырып, үстіне шамалы ұн қосып, араластырып қоямыз. Күрішімізді пісіріп аламыз. Үстіне су құйып 15 минут баяу отта бетін жауып пісіріп аламыз. Күрішіміз піскен соң суытып дайындауға кірісеміз. Нори жапырақтарының үстіне 130 граммдай күрішті қолымызды сулап алып, қатылап жайып шығамыз. Жан-жағының барлығына жетуі керек. Тегістеп жайып шыққан соң үстіне краб таяқшаларын саламыз. Жақсылап орналастырамыз. Үстіне творожный сырды жағамыз. Творожный сырды ұзын етіп жағып шығамыз арасына. Одан соң жанына қиярларымызды орналастырамыз. Барлығын орналастырып болғаннан кейін бір тегістеп алып, циновкаға жақсы етіп ораймыз. Жақсылап орап аламыз, қаттылап үстін басамыз. Жанына суды жағып, сушиді біріктіреміз. Үстінен қаттылап басып, жан-жағының бәрін дұрыстаймыз. Сушиларды дайындап болған соң, алдын ала дайындап қойған клярымызға аунатып алып, панировочный сухариге аунатамыз. Қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Осымен біздің сушиларымыз дайын, өте дәмді, көп уақытты қажет етпейді. Жасап көріңіздер, сіздермен бірге болған өнер.